өзімде басқа шауып төс көріледім, қазақта қара сөзге дес бермедім, еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенде теріс көрмедім дейді. Сонда еңбегіңді білерлік еш адам жоқ дейді. Абайдың ең басты еңбегі, оның мынау шығармашылығы, сол шығармашылық еркіндікті, Құдай берген дарын, Құдай берген тіл, өнер бәрін түгел, ол кісінің ең бастысы мынау ала қағазға түсіріп, реттеп, жүйелеп жеткізіп кеткендігі. Ең Абайдың ең басты еңбегі осы. Оны біз қазақтың бас ақыны дейміз, бірақ Абай айтқан ғой, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деп. Мұнда ол кісі өлеңді мынау қазақтың ойын, қазақтың мәдениетін, қазақтың тұрмысын, тіршілігін жастарға үлгі өнеге ретінде беріп кетейін деп өлеңді сол амал, құрал ретінде пайдаланған адам. Құрал ретінде пайдаланған. Абайдың ең басты еңбегі, менің ойымша, осы. Ол кісі айтады, өзің үшін үйренсең дейді, зарардан қашық болсаң, жылдан жылға ашыласың дейді. Міне ол кісі осы сөзді өзі солай қолданғандықтан кезінде, өзің үшін үйренсең, зарардан қашық болсаң, жылдан жылға ашыласың дейді. Яғни Абай осы қағидамен жүргендіктен, ол өзің бірте бойындағы барын, қасиетін аша білді. Аша білгеннің арқасында осы дүниелерді алып келді. Ал енді еркін шығармашылықтың өзі еңбек. Ол Құдай берген талант. Онан кейін талаппен білім табасың. Енді соның білімнің бәрін басын құрап, жинап, ұйымдастыра білу керек қой. Міне бізде осы Абайдан үлгі өнеге алатынымыз, өзіңнің еркін шығармашылығыңды, тіршілігіңді ұйымдастыра білу. Ұйымдастыра білу керекті, ретін танып, Абайда істің басы ретін танымақ деп, ісің оңсын десең, ретін тап дейді. Яғни бұл кісі ретін тауып, заңмен жүріп, жаратылыс заңмен жүріп, Абай өзінің білімінің далада қалмағанын қамтамасыз етті. Абайдың рухани мұрасын жастарға жеткізу жолында осындай әңгімелер маңызды деп білеміз. Марат Ақтоғайұлының мазмұнды әңгімелері өз жалғасын табады.